Бірінші күйеуіммен ажырасқанда менде вообще болған жоқ. Ой, екінші рет тұрмысқа шығу дегенше. Бетім қайтып қалған ғой. Уже жаңағындай қайталанатын шығар, сол баяғы өмір болатын шығар деп қорқып қаласың ғой. Енді аузы күйген үрлеп ішер демекші. Сөйтіп өз-өзіме сөз бергем ғой. Екінші рет тұрмысқа шықпаймын деп, тем более балаларым бар деп ше. Сонымен сөйтіп жүріп, оказывается, сөйтіп не сөйлемеу керек екен ғой. Асылық сөйлемеу керек екен ғой. Алла деген өзінің дегенін жасатады да енді. Сөйтіп бір-бірімізге ғашық болып қалып, сөзсіз ғашық болып, қасқа махаббат болып, сөйтіп жүріп, әйтеуір 5 жыл болды. Енді өмір сүріп бірге тұрып жатқанымызға Аллаға шүкір. Ортақ баламыз жоқ. Бала туу пока ойда да жоқ. 2 қазақ балам бар, шүкір Аллаға. Сол екеуін аман-есен өсіріп алсақ, бақытымыз еселене берсін. Барлықтарыңызға денсаулық, бақыт бәрін тілеймін. Мен сіздерге жақсылық тілеймін. Тек қана жақсы болыңыздар, әйтеуір.